Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін жидек қосылған қаймақты пирог дайындаймыз. Олай болса, видеоны соңына дейін қарап, бірге боламыз. Пирогымыздың құрамына қажетті нәрселер: ең бірінші әрине қаймақ 20-25%. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай қаймағымыз өте қою болу керек. Қасықты ортасына салған кезде қасығымыз жан-жағына қорғамай осылай тұру керек. Електен өткізілген ұн 190 грамм, 2 жұмыртқаның сарысы, 40 грамм қант ұнтағы, 140 грамм қант, 3 жұмыртқаның ағы, 30 грамм крахмал, кукурузный крахмал, картофельный крахмал, екеуі де үйлесе береді. Разрыхитель, 1 шай қасықпен, шай қашықтың ұшымен ванилин, шым-шым тұз және 1 ас қасық қаймақ және сары май. Сары майымыз салқын холодильниктен шыққан 100 грамм сары май болу керек. Сары майды таңдаған кезде құрамы таза болу керек. Және бізге жидек керек. Менде қатырылған малина. Сіздер өздеріңізге ұнайтын кез келген жидекті пайдалануға болады. Қатырылғаны да және қатырылмаған свежий жидек те қолдана беруіңізге болады. Пирогымыздың қамырын дайындауға кірісеміз. Алдын ала електен өттірілген 190 грамм ұнымызға 100 грамм холодильниктен шыққан салқын майды саламыз. Одан кейін 40 грамм қант ұнтағын саламыз. Одан кейін 1 ас шай қасықтай разрыхитель саламыз. Шым-шым тұз саламыз. Осының бәрін жақсылап қолымызбен уқалап, ұн мен майдың басын бір-біріне біріктіреміз. Пирогтың қамырына міндетті түрде қант ұнтағын қосамыз. Қантты емес, өйткені қант еріп үлгермейді, сондықтан қант ұнтағын қосамыз. Опа, кішкене шашылып кетті, ештеңе етпес. Міне осылай майымыз бен ұнымызды бір-біріне біріктіріп алғаннан кейін осындай шашаңқы тесті пайда болады. Үстіне 2 жұмыртқамыздың сарысын саламыз, тағы да қолымызбен илейміз. Міне бізде әлі қою болып тұр. Қамырымыздың басы бір-біріне біткен жоқ, сондықтан алдын ала дайындап қойған қаймағымызды қосамыз. Қаймағымызды бірден бәрін қосып жібермейміз, аз-аздан елеп отырып, көзімізбен қарап тұрып қосамыз. Бәрін бірге қосып жіберсек, тестіміз сұйық болып езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан аздан қосып, көзімізбен қарап тұрып елейміз. Міне жеткілікті бізге емес. Басында мен айттым, 1 ас қасық қаймақ дедім, шамамен, бірақ бізге 1 ас қасық қаймақтан да аз керек болды, жарты ас қасықтай. Кей кезде 1 ас қасық қаймақ қолданамын, себебі жұмыртқалардың размері әртүрлі болады. Кей жұмыртқалар үлкен болады, кейбіреулері шағындау болады, соған да байланысты. Міне осындай әдемі жұмсақ тесті дайындап аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ әдемі тесті елеп алдық. Енді бұл қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Міне көріп тұрғандарыңыздай бір бөлшегі үлкендеу болу керек, міне екінші бөлшегі шағын болу. Бөліп алған 2 қамырымызды полиэтилен пакетке саламыз. Осылай әдемілеп жайдақтаймыз. Жайдақтап пакетке салып, 1 сағат, 1-1,5 сағат уақытқа мұздатқышқа саламыз. Тоңазытқыш емес, мұздатқышқа 1-1,5 сағат уақытқа тоңазытқышқа жіберіп қатырып аламыз. Қамырымыз қатты, мұздатқышқа салып қатырып алдық. Енді қазір бұны үткіштен өткіземіз. Өткіштен өткізілген қамырымызды 21 диаметрлі формаға салып, жан-жағына бортик жасап әдемілеп жайғастырамыз. Формамыздағы тестімізді тоңазытқышқа сала тұрып, екінші кішкентай тестіні де өткіштен өткізіп, оны да мұздатқышқа жібереміз. Қаймақтан жасау үшін бізге бірінші шым-шым тұзымызды құрғақ таза ыдысқа саламыз. Шым-шым тұз. Манағы 3 жұмыртқаның ағы саламыз таза ыдысымызға. 3 жұмыртқаның ағы шамамен 90-100 граммдай болады. Шым-шым ванилинімізді қантымыздың үстіне салып қоямыз. Енді жұмыртқамыздың ағын миксерлейміз. Жұмыртқамыздың ағын миксерлеген кезде қантымызды бірден салып жібермейміз. Жұмыртқамыздың ағын әуелі миксерлей отырып, көпіршіп, көлемі ұлғая бастаған кезде қантымызды аз-аздан салып отырып миксерлейміз. Міне көріп тұрғанымыздай, міне ағарып үлкейе бастаған кезде енді қант саламыз. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай өте тығыз меренгі болғанша миксерлейміз. Сіздер жаңа видеода көргендей қантымызды міндетті түрде аз-аздан бөлшектерге бөліп отырып саламыз. Егер қантымызды белокты ұратын кезде бастапқы уақытта бірден көп мөлшерде салып жіберсек, біз мынандай аппақ меренгіні ұрып ала алмаймыз. Ол кезде біздің меренгіміз бұндай аппақ болып көтерілмей, сұйық болып қалады. Ал бізге сұйық меренгі керек емес. Осындай өте тығыз бөлме температурасындағы қаймаққа кукурузный крахмалымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қаймағымызды белокқа саламыз. Белокты қаймаққа емес, қаймақты белокқа саламыз. Жұмыртқаның ағына 3-4 рет бөліп саламыз. Тағы да айта кететін жай, қаймақты бірден белоктың үстіне бәрін бірге салып жіберген болмайды. Мұнда бізге сметанный мусс керек, демек қаймақты мусс керек. Егер қаймағымызды бірден меренгіміздің үстіне салып жіберсек, меренгіміз сұйық болып кетеді. Сондықтан 4-5 бөлшекке бөліп отырып қаймағымызды саламыз. Қаймақ пен белогымызды араластырғанда, көріп тұрғандарыңыздай астынан үстіне араластырамыз. Қалай болса солай, былай да былай араластырмаймыз. Жайлап баппен астынан үстіне қарай араластырамыз.
және қаймақты белокқа салып араластырған кезде өте көп ұзақ уақыт араластырудың қажеті. Қаймақты мусымызды дайындап алған тестіміздің үстіне құямыз. Мусымыздың үстіне малинамызды салып, оның үстіне үткіштен өткізілген тестімізді салып, пирогымызды 180-200 градусқа 1 сағатқа пісуге жібереміз. Дайын болған пирогымызды жарты сағатқа сөндірулі пештің ішінде суытып аламыз. Осымен пирогымыз дайын болды. Дәмі өте ерекше, дәмді, жұмсақ пирог болып шықты. Міндетті түрде үйлеріңізде дайындап көріңіздер. Мен мына видеода пирогты ысылай кестім. Сіздер суытып кесіңіздер. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never